Сұлтан Нұрбеков Америкаға көшіп кетті. Әйгілі Қосылайық шоуы Сұлтан Бендтің музыкалық жетекшісі Сұлтан Нұрбеков шетелге көшіп кетті. Бұл туралы жобаның бұрынғы жүргізушісі Диана Скатова әлеуметтік желіде тікелей эфирде айтып берді. Көптеген жанкүйерлер Сұлтанның қайда екенін сұрады. Жанкүйерлердің сұрағына Диана ханым шетелде екенін айтты. Естеріңізге сала кетейік, Сұлтан Америкаға осы жылдың жазында барған болатын. Әлеуметтік желі қолданушыларының айтуынша, Сұлтан Америкаға түсірілімге барған. Ол Қосылайықтың осы маусымына қатыспайды, оның орнына Қуаныш шоуда ән айтады. Қосылайық шоуының 5-ші маусымы толық өзгерістерге ұшырады. Оны ол шоумен редакторлар арасындағы келіспеушілікпен байланыстырады. Себебі кейбір қатысушылар өткен маусымда жобаның шарттарын орындамаған. Мәселен, қатысушы Айза тікелей эфирде жүргізуші Диана Скатоваға бірнеше рет қарсылық көрсеткен. Тіпті эфир кезінде Сұлтан Бендпен төбелескені көпшілікке белгілі. Айза жүргізушімен, редактормен ғана емес, қатысушылармен де төбелесіп, тікелей эфирден шеттетілді. Бірақ Альмира ханым оның жағында болды.